деген кезде негізінде насаралардың іштерінде ақиқатты жасырып, кітаптарды бұрмалап, Иса пайғамбардан кейінгі діндерді бұрмалап, Иса пайғамбардың артында қалған шәкірттерін қудалап, сондай жүрген бір нелер болған. Міне соларды Алла луғиналлазина кафару мин бани Исраиля аля лисани Дауда ва Иса ибн Мариям деген аят түскен. Насаралардың іштеріндегі сондай кәпір болғандары, Исраил ұрпақтары ішінде кәпір болғандары Иса мен Дауд пайғамбардың тілімен қарғалып кеткен дейді о баста. Мұндай нәрсе керек жоқ маған дейді. Олар да айтады, сен Ибрахимнің дінін ұстан дейді онда. Ибрахимдікі таза Аллаға берілген дін еді дейді. Сөйтіп келеді да Қағбаның қасына келіп, я Алла, өзіңді куә қылам, мен Ибрахимнің дініндемін дейді. Варақа ибн Науфал ол сапарда бөлек қалып, насараларға кездесіп, ол насаралықты қабылдап келеді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жолыққан күнге дейін өздеріңіз оқиғаны білесіздер. Ең алғаш пайғамбарға уахи түскен кезде, егер тірі болсам мен саған күшті жәрдем берер едім деп, пайғамбарға деген сеніммен қайтыс болып кетеді. Осы Заид ибн Амруды айтқым келіп тұрғаны, Иса пайғамбардың иман келтірген шәкірттер толық бүйтіп жиналғаннан кейін, қиямет күні Иса пайғамбар келген кезде, Иса пайғамбар және оған ергендер, 6 ғасырдың ішіндегі ергендер қасында тұрады. Пайғамбарымыз келгенге дейін. Сосын мен қиямет күні келген кезде үмбетім тұрады дейді. Иса мен менің арамдағы буында тек қана Заид ибн Амру тұрады дейді. Тек қана Заид ибн Амру тұрады дейді. Бұл жаңағы Сағид деген жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның біреуінің әкесі. Не олай болса, Алла Тағала қалай қабыл алады, міне осыны уайымдау керек адам. Адам өзі қалағандай бола бермейді. Абай атамыз айтқандай, қазақ дейді өзімнің құлшылығымды бір Аллаға лайықтайын деп қам жемейді дейді ол. Әйтеуір жұрт жасап жүрген нәрсені жасап жүре берейік, әйтеуір бір өтіп кетеміз ғой дегенде ойда жүреді дейді. Сосын саудагер дейді өзінің қарыздарын жинап атқан кезінде қарызгер адам алып келіп атады. Мынау қарызын алып келеді, мынау қарызын алып келеді. Тағы біреу алып келеді дейді. Алып келген кезде, мынау толық емес қой деп айтылған кезде оған енді алсаң ал, алмасам жерден қасып табам ба саған дейді. Сосын айтады, дәл өзінің заманындағы сананы айтып отыр ол. Дәл өзінің Абай атамыздың заманындағы сананы айтып отыр да. Бұл дейді, Алланы тура осындай саудагер қылғысы келіп жүрген адам дейді. Енді ойлай беріңіз. Тілімді жаттықтырайын, Құран үйренейін, дағдыланайын, тазарайын деген уайым жоқ дейді ода. Әйтеуір бір нәрсе етсең, бір нәрсені тауып шыға келеді дейді. Міне сондай нәрселер болмай. Жаңағы Заид ибн Амру не істеп жатыр? Халықпен бірге жүре бермей, мен іздейін деді, жалғыз өзі тұрады дейді ертең. Міне. Сондықтан осындай адамға Тағала ақыл бергеннен кейін әрбір жаңағы несін қарап жүру керек екен жолын.